Бәріңізге сәлем достар. Бүгін біз 1 сағаттың ішінде HTML тілін үйреніп шығатын боламыз. Енді HTML тілі дегеніміз ол ерен мәтінді белгілеу тілі дегенді білдіреді. HTML-мен біз не істей аламыз? HTML-мен біздер сайт жасай аламыз. Сайттардың қаңқасы HTML-ден тұрады. HTML-мен біздер сайттар жасаймыз. Мысалы, сайттың ішіндегі барлық видео, сурет, мәтін, аудио, тағы да басқа көптеген заттардың барлығы осы HTML-мен жасалады. Енді қазіргі кездегі кез келген сайт барлығы HTML тілімен жазылады. Мысалға мына осы Википедия сайтының өзін алсақ та, барлығы міне HTML кодтан тұрады. Міне HTML екенін көрсетіп тұр. Google'ға қарап көрейік. Бұл да міне HTML тұр. Енді қазір біз бірінші біздер код жазатын жерді табуымыз керек. Оны біздер Notepad++ дегенмен жазамыз. Осылай Google'ға жазыңыздар браузерден. Сосын бірінші сайтты басамыз. Осы сайт. Астында сілтемесін қалдырып кетем. Енді мына жерде ең соңғы версиясына басамыз. Компьютеріңіздің 32 бит немесе 64 бит екенін бірінші біліп алыңыз. Сосын осы жерден жаздырасыздар. Ал 64 биттер мына жерде installer деген бар. Осыны басамыз. Бізде Notepad++ жазылып болды. Енді осыны компьютерімізге орнатуымыз керек. Ол үшін мына жерде открыть дегенді басамыз. Далее. Міне бізде Notepad++ орнатылды. Енді готово деген басамыз. Бізде осындай міне парақша ашылады. Notepad++. Енді біздер осы жерде кодымызды жазатын боламыз. Бірінші біздер сайтымыздың тұратын папкасын жасауымыз керек. Ол үшін осы рабочий столға келіп создать папку дейміз. Атын любой. Осыған басамыз. Енді осы жерде біздер HTML файлдарымыз жасауымыз керек. Ол үшін тағы да создать текстовый документ дейміз. Енді атын мысалы кәдімгі HTML-дікін обычный қылып индекс деп қоямыз. Және де артындағы txt деген файлды HTML деп өзгертеміз. Бізде осылай өзгереді. Кәдімгі блокноттың файлы осындай индекс HTML-ге өзгереді. Енді сіздерде нүкте txt деген көрінбей тұрса, жоғарысында вид деген жер бар. Және де осы жерде параметрі деген бар. Мына жерде тағы видті басамыз. Сіздерде осылай көрінбей тұруы мүмкін. Енді осындай кезде осыған кіреміз. Вид, сосын мына скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов дегеннен птичканы алып тастаймыз. Сосын применить, окей деп басамыз. Сіздер сосын өзгерте аласыздар txt дегенді нүкте html дегенге. Енді келесі осы біздер индекс html файлын Notepad++ пен ашуымыз керек. Ол үшін мышканың оң жағын басып edit with Notepad деген бар, соны басамыз. Сосын бізде міне алғашқы HTML файлымыз ашылады. Енді қазір біздер кодымызды жазып бастаймыз. Ең алғашқы HTML кодты жазатын кезде doctype HTML деген келесі бізде HTML. Қазір тек осы мен жазғандарым қайталап отырыңыздар, соңынан барлығын түсіндіретін боламын. Енді мына жерге біздер HTML-дің стандартты тегтерін жаздық. Енді бірінші HTML деген тег бұл документіміздің HTML файл екенін көрсетеді. Келесі бізде head деген тегіміз. Бұл сайтымыздың бетіндегі көрінбейтін
кейбір функцияларға жауап береді. Енді мына body дегеніміз сайтымыздың беті. Сайтымыздың, яғни осы көрініп тұратын жері. Head бас дегенді білдіреді, body дене дегенді білдіреді. Біздер осы стандартты HTML файлдың кодтарын жаздық. Енді осыны біздер қазір браузерден ашып көруіміз керек. Үстінен 2 рет басамыз осы файлдың. Бізде сайтымыздың алғашқы беті ашылды. Осы жазған кодымыздың алғашқы беті осындай болып көрінді. Енді қазір мына жерде төбесінде index.html деп тұр. Сіздерге осыны өзгертуін көрсетем. Title деген тег. Title деген тег бізде бұл мына жерде сайттың атауын өзгертеді. Мысалы, мына жерге біз жазамыз. Енді мынаны обновить етеміз. Енді мына жерде сохранить деген басасыздар, көк жанып тұрады. Және де сайтымызға барып, өзіміздің браузерге барып обновить етеміз. Енді көрдіңіздер, жаңағы жазғанымыз сайтымыздың атауын өзгертті. Title деген тег. Келесі енді біздер сайттың атауын өзгерттік. Енді келесі біздер ең алғаш текст жазып үйренейік. Текстті жазу үшін бізде параграф деген тег бар. Параграф бұл құр текстке ғана жауап бермейді. Көптеген функциялар бар, қазір сіздерге көрсететін боламын. Енді параграфтың ішіне бір текст жазамыз. Мына жерде сохранить деген басыңыздар сіздер. Сосын енді обновить етеміз, қараймыз. Бізде мәтін деген сөз шықты. Параграф деген тег осындай мәтіндерді жазуға арналған тег. Келесі бір тегтер жазып үйретейін. Текстке байланысты. Олар h тегтері. Ең үлкені h1 деген тег. Енді мына жерде сохранить етіңіздер, сосын обновить етеміз. Текстіміз өте үлкен. Параграфқа қарағанда. Және де мынандай жирный текстпен жазылған. Бұл бізде h тегтері деп аталады. h1 тегі ең үлкені. Бұл h тегтері h1-ден h6-ға дейін барады. h6 дегеніміз ол ең кішкентайы. Қазір сіздерге көрсетіп боламын. h6. Осыны алып, мына жерге саламыз. Енді сохранить етеміз. Қараймыз. Менің бірінші сайтым деген h6 мен жазылды. Жирный текст. Екеуін салыстырсақ, мынау өте кішкентай. Себебі бұл ең кішкентай h6 деген тег. Келесі енді осыларды қайталап жазайық. h1, h2 деген де бар. Енді сақтаймыз, қараймыз, обновить етіп. Міне, өз орнына келді. Бірінші тегіміз бізде h1 болатын. Екінші тег h2, 3 h3. Міне. Әрбір тег ашылуы және жабылуы болады. Мысалы, HTML деген тег сайттағы барлық кодтың сыртында тұрады. HTML. Мынау ашылуы және жабылуы. Жабылу дегеніміз ол алдына мынандай слэш қойылады. Любой тег жабылады. Және де кейбір жабылмайтын тегтер бар, оларды алдымызда көрсететін боламын. Міне head деген де жабылады. Head жаппай кетіп кетті. Және title барлығы жабылады. Міне алдына слэш қойғанбыз. Жаппасақ, бұл бізде сайтымыз кейбір ошибкалар шығарып тастайды. Ошибка болғанда жер шатасып кетеді. Негізі осылай жазылады. Енді келесі біздер үйренетін тегтер. I деген тег бізде текст қисайтып жазылады. Мысалы, бұл текст жазайық. Бұны істейік, міне қисайтып жазылады. Мысалы, мына жерде біздер менің бірінші сайтым дегенді осындай үлкен әріппен h1 тегімен және де қисайтып жазғымыз келсе, осының ішіне тағы да I деген тег жазамыз. I. Енді сақтаймыз. Қараймыз, енді міне осылай қисаяды. Жирный жазғымыз келсе, B деген тег бар. Bold деген білдіреді, яғни. Обновить сохранить етеміз және обновить етеміз.
жирный қылып жазды. Енді осыны жеке-жеке жазайық. Мына жерде бізде бір-бірінің ізінен жазылып бара жатыр. Енді біздер осыны кесте қылып жазу керек болса, мысалы қатар-қатарына, осы кезде параграф деген қолданатын боламыз. Мысалы мына жерге біздер параграф дейміз сыртына. Сақтаймыз. Бір текстің сыртында 3 тек болып кетті. Міне осылай бола береді HTML-де. Енді мынаны обновить етеміз. Қатар-қатар болды, міне осылай. Енді келесі ол S деген тег. Бұлар енді барлығы текстке қатысты. Мысалы мына жерге былай жазайық. Сақтаймыз және обновить етеміз. Мына бір текстті міне қараңыздар, ортасынан сызып жазады. Тағы бір тег. Келесі Q деген тег. Бұл тексттің сыртына тырнақша қойылады. Мына жерде сақтаймыз, обновить етейік. Міне бұл яғни код деген білдіреді. Q деген мақал мәтелдің сыртына осындай заттар жазылады. Оның сыртына осындай код қылып белгілейді, осындай тырнақша қойып. Енді келесі тег U деген тег. Бұл тексттің астын сызады. Сақтаймыз. Тексттің астын сызды. TT деген тег. Енді обновить етеміз. Бұл міне жазуды осындай қылып көрсетеді. Өзгеше де басқаларға қарағанда. Мысалы қазір мына жерге бір параграф жазайық. Екеуіміз салыстыратын боламыз. Міне мынау жаңағыдай печатный машинкалар сияқты болып көрінеді, ал мынау кәдімгі обычный текст. HTML-дегі. Енді келесі біздер осылардың барлығын параграфқа қойып шығайық. Әрқайсысын әр қатарға қою үшін. Және де мынаны көшіріп алып, мына жерге жазамыз. Енді сақтаймыз, обновить етеміз. Барлығы жеке қатарға шықты. Ол бізде жалпы тексттердің негізгі тексттерге арналған негізгі тегтер. Және де мынаның сыртына M деп жазамыз. Және де bold деген бар. Bold strong деген бар. Strong. Сохранить етеміз, обновить етеміз. Strong деген мысалы міне. Енді осы тегтерде ол не барлығын жазып болдық, почти текстке арналған. Келесі енді біздер сілтеме қойып үйренуіміз керек. Мысалы сайттарда болады, сілтеме үстен басамыз. Бір текст көк болып жанып тұрады, үстен бассақ, басқа бір сайтқа апарады бізде. Ондайды жасау үшін бізде A деген тег бар. Енді мына жерге мысалы бір рет жазамыз. Сілтеме деп жазайын мен. Сохранить етеміз, қараймыз. Мына жерде дым өзгешілік байқап тұрған жоқ, біз қазір үстіне ешқандай басылмайды. Енді мына жерде атрибут деген зат бар. HTML-де атрибут деген. Осы тегтерге қолданылатын басқа функциялар. Мысалы A-ның ішіне жазамыз, біздер href деген атрибут бар. Href-тен кейін мынандай теңдегі қоямыз, сосын тырнақша ашамыз, осылай. Енді осының ішіне біздер сілтемемізді қоюымыз керек. Сілтеме бізде сайттардың сілтемесі HTTPS деп басталады. Солай жазамыз. Мысалы HTTPS қос нүкте қойылады. 2 слэш артына сайттың сілтемесі, сайттың атын жазамыз, домен. Енді мысалы мына жерге біздер youtube.com деп жазамыз. Міне. Енді сақтаймыз. Обновить етеміз. Міне бізде сілтеме осылай өзгеше болып көрінеді. Өзі көк жазумен белгіленіп, астына сызылған. Қасына апарсақ, курсорымыз өзгереді, астында сілтеме шығады. Енді үстен бассақ, бізде YouTube-ға келеді. Енді артқа барамыз. Бұл бізде бірінші сілтемеміз. Енді келесі. Енді мысалы мына бір сайттың алғашқы бетіндегі ең бірінші сөзді текстті ортасына келгім келеді, немесе мына жаққа қойғым келеді.
Оны қоятын болсақ, polygon деген атрибут бар. Мысалы, мына жерге центр деп қоямыз. Қараймыз. Менің бірінші сайтым деген ортасына келді. Ол бізде polygon деген тег. Бұны енді көптеген тегтерге қолдануға болады. Мысалы, параграфке де қолдануға болады. Сақтаймыз. Барлығын ортасына шығарды. Қалағанымызда. Sub деген тег бар. Тексті басында бітірсек барлығын. Сосын келесі көше береміз. Сурет, аудио, видео, тағы да басқаларын. Енді sub деген тег. Қазір өздеріңіз түсінесіздер. Сақтаймыз. Міне мынадай кішкентай болып көрінеді. Қазір subтан кейін біздер параграфпен жазамыз. Параграфтың ішіне жазайық. Енді sub. Мына жерге мысалы бір сан жазамыз. 5 параграф жауамыз. Сақтаймыз, қараймыз. Міне sub деген белгілі бір жазудың астында кішкентай болып көрінеді. Жазылады астына қарай. Енді тағы sub деген бар. Sub болса, мына жерде sub деген бар. Sub, sub. Екеуі де бір айтылу бірдей болады, почти енді. Sub, sub. Так, енді мұнан сақтайық. Қараймыз. Мына жерде sub b дегеніміз астына қарай шығарылады, ал sub p дегеніміз үстіне қарай шығарылады. Оны қазір былайына түсіндірем. Мына 5-ті алып, мына жерге x қылып қояйық. Сосын мына жерге квадрат 2 деп жазамыз. Және де так, мына жерге логарифм деп қояйық. 2 дейік. Сақтаймыз, қараймыз. Мысалы, мынау кәдімгі математикалық неге жатады. X кәдімгі бізде текст, параграфпен жазылған. Квадратымыз бізде субпен жазылып тұр. Ал мына жерде логарифм кәдімгі параграфтың тексті. Жоқ, мынау кәдімгі sub деген саппен жазылған, ал мына квадратымыз екіміз. Екіміз бізде кәдімгі параграфпен жазылған. Ой, қателесіп кеттім. Sub деген үстіне шығарылады. Сондай бір әйтеуір шатасып кеттім мен. Түсінікті ғой, мына жерде текст жазып көрейік қазір. Астынан шықты. Subымыз sub үстіне шықты. Жалпы осындай зат, егер математикалық құжат жазу керек болса, осылар керек болады. Енді текстке байланысты li деген тег. Li деген тег. Қазір сақтаймыз, қамын өстеміз. Li деген тегіміз міне. Міне li деген тегімізбен жазылған. Алдына осындай ортасына қара нүкте қойылады. Ол бізде li тегі. Осыны қазір 2 қылып жазамыз, сақтаймыз. Сайтымызға кіріп қараймыз. Li деген тег осындай алдына зат қойылады, қара нүкте. Енді мысалы біздер осының сыртына ul деген тегті қолданамыз. Үш дейтін сыртына. Тегтерді осылай да қолдануға болады. Мысалы, бір тегтің ішіне қалағаныңызша тег жазасыз. Сақтаймыз. Ul деген қазір түсінетін боласыздар. Мысалы, ul деген жаздық. Тағы бір атрибут бар. Ul type. Мысалы, мына жерге square десек. Сақтаймыз. Типін біздер квадрат қылып қойдық. Алдын өстеміз. Енді мына жерге қарасаңыздар, жаңағы дөңгелегіміз бізде квадрат болып қойды. Формасы. Type деп жазылады, яғни бұл да атрибут. Type дегеніміз міне. Type тең, сосын сыртына мынандай тырнақша қойылады, ішіне square деп жазылады. Енді құр square деген жоқ, бұл жерде фигуралар бар, басқа да. Мысалы, circle деген бар. Circle бұл бізде дөңгелек қылады, просто мына ішін ақ қылады. Енді кәдімгі обычный бізде ол олай ғой. Обычный осылай болады. Мысалы, тізімдерде осы all-дың орнына біздер all деп жазамыз.
1 2 3 бұл бізде тізімге. Мысалы мына лидің алдына біздер 1 2 3 деп жазған жоқпыз әрқайсысына. Сыртына all деп жазғасын бізде автоматически лидің барлығын санап шығады. Алдына тест санын қояды. Мысалы бірінші бізде 3G болса, екіншісіне мысалы деп қояйық. Осылай қояйық. Енді сақтаймыз, қараймыз. Бірінші міне 1 2-ге 2 3-ге 3. Енді осыны біздер нешеуін жазсақ та өзіміз білеміз. Қараймыз, алдына істейміз. Міне 10-ын қойып берді бізге. Алдына сандардың барлығын тізім қылып қойып береді бұл. Яғни біздер мысалы мына бір тізімді бітірдік. 1-ден 10-ға дейін барды. Мысалы бізге мына бірінші тексті бізде 20-дан бастау керек дейік. Ол үшін тағы да олдың ішіне атрибут қолданамыз. Ол start деген атрибут. Start мысалы 20-дан бастау керек. Бізге сақтаймыз. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Осылай кете береді. Енді қазір біздер бұған 100 деп жазамыз. 100, 100, 200, 3 кете береді. 1000 деп жазып көрейік. Міне, қалаған саныңызды жазасыздар. Және де ол өзі автоматически мынаны санап береді сізге. Енді мына стартты алып тастайық. 1-ден бастап тұру үшін. Тұра берсін жақсы. Мына жерге біздер тек просто basic қойық болды. Енді қараймыз, осылай болды. Біздер енді текстке жалпы негізгілердің бәрін үйреніп болдық. Енді қосымша тағы да тегтер бар. Мысалы біздер қазір мына жерде қатар-қатарын жазылып отыр өзі. Аралары HTML-дің өзі стандарт белгілеп қойған ашық орын бар мысалы мына жерде. Егер біздер бәрінікі бірдей ғой, әр тегтің арасы бірдей ашылған. Егер біздер мысалы бір текстті қалай жазсақ, сол экранға шығарғымыз келсе, онда pre деген тег қолданылады. Мына жерге бір текст жазайық. Қараймыз. Міне, кәдімгі текст, ешқандай айырмашылығы жоқ. Егер де біз осының арасын ашатын болсақ, enter басып, сақтап қарайтын болсақ, міне, қалай жаздық, біздер HTML кодқа солай тұр. Енді бағанадан бері жазған тегтерімізді біздер сайтымыздың бетінен қарай аламыз. Бағаналы жазған заттарымыздың бәрі тұр міне осы жерде. Сілтемеміз тұр міне. Мына жерде жаңа лейлер тұр, лей тегтері. Міне барлығы жаңағы Википедия сайтындағыдай тегтердің барлығы көрсетіліп тұр. Енді біздер мына сілтемеге браузерде бар сайтқа қойдық, интернетте бар сайтты қойдық. Қазір біздер осыған екінші парақша ашамыз. Index.html, мына жерге мысалы please любой зат жазасыздар атын. Соны нурдық қоям, HTML қоямыз, артына тағы да сақтаймыз. Енді осыны ноутпэдпен ашып қояйық. Қазір біздер мына сілтемені басқан кезде YouTube'қа емес, келесі бір өзіміздің істеген парақшамызға өту керек болады. Біздің мақсатымыз. Енді index.html қайтамыз. Осы жерде мынаны аламыз да өзгертеміз. URL-дің орнына біздер жазамыз nur.html деп. Енді сақтаймыз. Қазір бізде осы аттегін үстіне басқан кезде келесі өзіміздің істеген парақшамызға өтеді. Үстен басамыз. Міне, nur.html деген келді. Атқа қайтамыз, жаңа парақша, үстен басамыз, қайтадан сол. Енді осы бетке біздер қазір сурет қойып үйренетін боламыз. Бірінші біздер мына nur.html деген парақшаға кіріп, мынаны көшіріп, қойып, мынаған дейін алып тастаймыз. Мынаның орнына басқа жазамыз.
өзіңіз қалаған заттарыңызды жазыңыз. Так, мына жерге менің бірінші сайтым. Әлемді қойық. Сақтап қараймыз енді. Бетіне шықты. Так, бірінші қызық артына қайтайық. Обновить етеміз. Сілтемеге басамыз. Нұр код деп шықты. Сәлем әлем. Бұл бізде міне екінші парақшамыз. Нұр HTML деген. Жаңағы бізде index.html болатын. Ал мынауымыз бізде Нұр HTML. Екінші парақшамыз міне. Енді осылайына кәдімгі меню жасауға болады. Сілтемені былайына қатарына қойып, кәдімгі сайттар сияқты сілтемені басқан кезде келесі парақшаға өтетін қылып. Енді біздер осы жерге қазір сурет қойып үйренейік. Нұр HTML-ға өтеміз қайтадан. Так, енді біздер жазамыз. Келесі бір тег img деген тег. Бұл тег жабылмайтын тег. Себебі солай істеп қойған HTML. Енді суретті қою үшін image деген тег қолданамыз. Осының ішіне суретті қазір бір қарап көрсетейін сіздерге. Ештеңе шықпайды. Оны көрсету үшін, суретті көрсету үшін бізде crk деген атрибут қолданады. Яғни source деген жаңағы файлдың орналасқан жері. Қазір мен бір сурет дайындайын. Соны өзіміздің папкамызға алып келіп қоямыз. Сосын сайттың бетіне шығаратын боламыз. Бір сурет дайындап қояйын қазір мен. Так, мен міне мына бір суретті әкеліп қойдым. Өзімнің рабочий столыма. Енді осыны біздер жаңағы сайтымыздың папкасына апарып қоямыз. Ол сайт деген папка болатын. Осының ішіне саламыз. Так, не? Осының HTML және индекс HTML және Нұр HTML деген қасында тұру керек суретіміз. Енді осының атын өзгертеміз. Или өзгертпейміз. Тұра берсін осылай. Сурет нүкте JPEG болып тұр, иә? Осыны енді жазамыз. Сурет нүкте JPEG. Бұл любой тип бола береді. Суреттердің ол PNG бола берсін, JPEG бола берсін, және JPEG, JPG бола берсін, любой бола береді. Енді осыны сақтаймыз. Так, мына суретті көрсетейін сіздерге қандай екенін. Мына бір суретті қазір біздер сайтымызға шығаруымыз керек. Кодты жаздық, сақтадық. Енді браузерге кіреміз. Обновить етеміз. Міне, суретіміз шықты. Бұл қазір бізде суретіміздің размері өзінің белгіленген размерімен тұр. Оны біздер мына HTML код арқылы өзгерте аламыз. Мысалы, бізге кішірейту керек, немесе белгілі бір пиксельде размерін өзгертуіміз керек. Сондай. Ол үшін де атрибуттар қолданылады. Бірінші, мысалы, мен енін өзгерткім келеді. Ол үшін with деген атрибут бар. Жазамыз. Мына жерге, мысалы, мен 200 деп қоям. Сақтап көрейік. Кішірейді. Енді мына жерде бізде ұзындығы өзгерді. Автоматически мысал. Жаңа ұзын болатын, ол кішірейді. Енді мысалы біздер ұзындығын өзіміз өзгерткіміз керек. Ол үшін height деген атрибут қолданылады. Аттары өте оңай, міне with деген ені дегенді білдіреді. Height деген ұзындығы. Енді жазамыз. Height біздер 100 деп қояйық. Сақтаймыз, қараймыз. Міне кішірейіп қалды. 100 емес, біз мына жерге қалаған санын жазамыз. 1000 деп қойсақ. Ұзарып кетеді, созылып. Бұл кезде суретіміздің сапасы кетіп қалады. Сондықтан 200 деп қоямыз. Енді сақтаймыз. Қараймыз. Енді осы суретмен ортасына кетіп қойғым келеді. Ол үшін біздер мына жерге алигін центр десек, қазір қате шығу керек. Меніңше қате шықты, міне.
polygon center деген жазсақ image-ге, бұл істемейді. Бағана айтып кеткенімдей, polygon тек кейбір тегтерге ғана қолданылады. Енді мысалы мен бұны ортасына қойғым келсе, сыртына параграф деген тег жазамын, image-дің. Параграф. Енді параграфтың ішіне жазамын polygon center деп. Енді сақтаймыз. Қараймыз, міне ортасына келді. Керемет. Енді келесі бізде үйренетін тегтер. Олар input тегтер болады. Яғни формаға арналған тегтер. Қазір оны біздер жасаймыз. Мынаны сәл кішірейтіп қояйық. Суретіміз не кішірейді. Келесі тег бізде жаңағы айтқандай формалар. Айтқандай жаңағы формаға өтпестен бұрын мен сіздерге тағы бір тегті үйретейін. Тег емес, атрибут. Мысалы мен мына жерде қазір ақ болып тұрған маған ұнамайды да, басқа түс қойғым келеді фонына. Ол үшін body'дің ішіне bg_color деген атрибут қолданамыз. Және де түсті жазу үшін бізде екі вариант бар. Бірінші вариант ол кәдімгі ағылшынша түстердің атауы. Yellow. Сары болды. Blue так. Green. Не, бұл бірінші вариант. Енді тағы бар екінші вариантымыз бар бізде. Ол вариант бізде түстерінің кодтары бар. Мысалы, бізге басқаша өзгеше түс керек болады, мысалы. Ол үшін мынандай программа бар. Немесе интернеттен табасыздар, background color деп жазып. Мысалы, маған мынандай түс керек болады. Осындай көпті. Енді мына жерде көшіріп аламын, қазір сосын салам. Алдына мындай не қойылады, решет қойылады, сосын артында өзінің коды жазылады. Сақтаймыз, қараймыз. Жаңағы түске келді. Осылай өзгертуге болады. Формада тереңіп кетейік. Енді input деп жазамыз бірінші input, бірінші форм жауап жасайын. Бірінші тегіміз input тегі. Бұл да жабылмайтын тег. Input. Қазір қараймыз, ештеңе шықпайды. Тек мынадай жазу жазатын жері ғана шығады. Бұған ешқандай функция жоқ, ешқандай функция атқармайды. Келесі енді біздер осыны бірдеңеге арнап істеуіміз керек. Мысалы мен мына жерге атын жазатын зат жазуым керек. Input type text дейміз. Сақтаймыз, қараймыз. Мына жерге енді текст жазуға арналған функциясы бар өзінің. Жаңада да болған, енді мынау негізгі осымен істеледі стандарт. Келесі енді мынаны Ctrl+D-ны басамыз, қасына келіп password сақтаймыз. Келесі бізде пароль жазатын. Ат жазатын, пароль жазатын. Мына жердегі бір ерекшелік ол көрінбейді. Келесі тип email типі. Қазір бұны сіздер түсінбей отырсаңыздар, email-дің не екенін, мына жерде қандай функция атқаратынын түсінбей отырсаңыздар, қазір түсіндіретін боламын. Осы үш негізгі тип сыртына параграф жазып, әрқайсысын жеке қатарға қойын, түсінікті болу үшін. Сақтаймыз, қараймыз. Текст жазамыз, атыңызды, любой. Келесі бізде пароль, үшіншісі бізде email. Енді текст пен email-дің айырмашылығы не десеңіздер, қазір төртінші бір зат жазамыз, сосын түсінетін боласыздар. Енді мына жерге submit деп жазамыз, submit. Мына жерде отправить деген кнопка шықты. Бізде енді қазір бір текст жазамыз. Мына жерге пароль, мына жерге email. Енді отправить бассақ, бізде email-ді қате жаздыңыз деп шығарып тұр. Адрес, электронный почта, бірдеңе деп тұр.
мындай собачка болу керек дейді. Короче, енді мысалы мына жерге email.ru дейік, отправить болсамыз, міне бізде сәтті істелді, бетіндегі барлық кетті, жіберілді деген сөз. Яғни енді егер де мына формды алып тастасақ, формның маңыздылығын қазір түсінесіздер. Формды алып тастап, сохранить етіп, алмай етсек, мына жерге бір зат жазамыз, отправить болсамыз, ештеңе болмайды. Бұл жерде жаңағының барлығы ары қарай кетудің барлық функцияны атқарып тұрған, бұл жерде форм. Сондықтан формды жазамыз, қайтадан ашылуы, жабылуы. Так, болды, енді сохранить етіп қараймыз, жаңағыдай болып тұр тағы да. Енді мысалы біздер мына жерге email'ды жаздық, әдемілеп, дұрыс қылып, отправить бассақ кетіп тұр. Бізде бірақ пароль жазылмай қалды, password жазылмай қалды. Енді required деген бар. Required, яғни бұл міндетті түрде толтыру дегенді білдіру керек. Сақтаймыз, қараймыз. Енді мысалы мына жерге мен атым жазбай кетем, мысалы парольді жазбай кетем. Тек почтаны жазам, отправить басам, міне мына жерді толтыр деп толтырам, отправить болсам, мына жерді толтыр дейді. Бұнда толтырам, отправить болсам, кетеді. Болды. Енді келесі бізде мысалы мынау не екен білмеймін ғой мен қазір. Жетқа арналған, қайсы email, қайсы ат екен. Сондықтан HTML-де бір тег бар, атрибут бар. Бұл атрибуттың аты placeholder деген бар. Placeholder. Бұл яғни input'тың неге арналғанын біле аласыздар. Placeholder'ды қараймыз. Атыңыз деп тұрады. Енді біраз жазсақ кетіп қалады. Қайтадан кетірсек атыңыз деп шығады. Яғни бұл неге арналғанын білетін боласыздар да сіздер. Келесі placeholder'ды бәріне жазып шығамыз. Мына required'қа ешқандай функция жазылмайды, теңдеп. Required деп тек өзі ғана жазылады. Атыңыз, келесі пароль, үшінші бізде email. Үшінші бізде email. Енді сақтаймыз, қараймыз. Атыңыз, пароліңіз, emailіңіз. Енді бізде істелмеген біреу қалды. Отправить деген бізде орысша болып тұр. Стандарт түрде. Оны өзгерту үшін мына жерге value деп жазамыз. Бұл жерде placeholder істемейді. Table кнопка. Енді value жазамыз, мысалы. Жіберу деп қойып, сақтаймыз, қараймыз. Жіберу. Так. Болды. Осылай бізде почти бір форма дайын. Осыны қазір центр деп көрейік, істейм екен. Ортасына келді. Енді келесі бізде үйренетін көптеген input типтері бар. Оларды қазір қарастырамыз. Енді бізде келесі үйренетін затымыз ол атрибут емес, комментарий деп аталады. Комментарий бізде керек емес затты жасырып тастай алады. Оны кодын кетірмейді, бірақ керек емес болса, мысалы сізге, оны уақытша жоғалта тұрады. Уақытша болғанда өзіңіз қалаған уақытқа дейін жоғалтады. Мысалы мына жерге жазамыз комментарийді. Бір тегті аламыз, мысалы мен мынаны жоғалтқым келеді, сәлем әлем дегенде, бірақ кодын құртқым келмейді. Енді мынадай саламыз, керек тегіміздің сыртына, сосын жауатын кезде мынаны жауамыз. Түсі де өзгеше болып көрдіңіздер ғой. Енді сақтадық, қараймыз. Комментарий бізде жаңағы текстімізді жоғалтты, бірақ мына жерде қалаған уақытымызда ашып ала аламыз бұны қайтадан көрсету үшін. Болды, бұл комментарий деп аталады. Келесі енді біздер келесі үйренетін зат ол inputқа арналады, қайтадан inputқа. Ол бізде кетіру деп қояйын, қазір түсінесіздер.
reset деген. Қазір мына жерде кетіруді бассам барлығы жойылады. Қайтадан жасау үшін де форманы осындай. Келесі енді үйренетін тағы бір инпуттар, олар мынадай: input type, checkbox деген. Біріншісі checkbox. Қараймыз. Мына жерде бір кішкене ғана батырма шықты. Осындай. Checkbox'ты қазір 3 қыламыз. Және де сыртына форм жүктейікші. Ортаға келіп қою үшін. Форм. Жоғайық формда. Және алигін. Центр дейміз. Сақтаймыз, қараймыз. Ортаға бір 3 мындай птичка қоятын зат шықты, я. Бұл түсініп отқан шығарсыздар өздеріңізде. Мысалы қазір мына жерге бір зат жазамыз. Міне. Бір сайттарды керек болады осындай. Таңдау жасау үшін де, мысалы. Мына жерге қызыққа жазып қоюыңызға болады. Ұнайтын жеміс түрі деп. Ұнайтын жеміс түрі. Мына жерден таңдаймыз. Осындай. Келесі енді тест жасауға өте керекті. Радио деген тип бар. Радио. Бұл тұра өсін ұнайтын деген енді міне. Ұнайтын жеміс түрі үшеуін де белгілейміз. Мына жерде біреуін таңдай аламыз. Қазір мына жерде үшеуі де таңдалып тұр. Оның себебін қазір айтамын. Мұның ішінде біреу ғана таңдау үшін name деген зат жазамыз. N деп қойып, қызыққа любой зат жазасыздар. N деп қойдым мен. Мына жерде қарасаңыздар, қазір енді біреуін ғана таңдай аламыз. Тесттер сияқты тип. Мына checkboxқа да қоюымызға болады name'ді. Бірақ ол жерде үшеуін де таңдауға мүмкіндік бар. Себебі бұл checkbox, ал мынау радио деген. Өзінің атқаратын арнайы функциялары бар. Келесі тағы да көптеген инпуттың жалпы типтері өте көп жалпы. Оның барлығын керек деп айта алмаймын. Оны қызыққа көрсете кетейін. Мысалы радио деген бар. Радиосыныз range деген бар. Адай. Полигон, центр. Міне, барлығын ортасына алайық. Радио деген бар мысалы. Радиосыныз range деген. Және файл. Және де color. Нет, тағы да. Data деген бар. Мына жерде біріншісі range, екіншісі файл дегеніміз. Үшіншісі color деген type, тип. Төртіншісі біздер қате жаздық. Date, time. Тағы да қате. Date list. Так, months дейікші.
time. Міне time уақыт болды. Once year деген бар. Date time. Міне жаңағы үш тип. Біріншісі range, екіншісі file, үшіншісі color. Міне осы үшеуі жаңағы input типтері. Келесі енді біздер button деген тек көрсете кетейін. Бұл батырма жасау үшін input, submit екеуі бірдей жалпы. Просто мынау оңайырақ button дегеніміз. Чем анаған қарағанда. Келесі енді біздер аудиоға үйренуіміз керек. Аудио, яғни музыка ма, любой бір аудио MP3 форматындағы. Оны жасау үшін біздер бір музыка дайындауымыз керек. Қазір мен дайындап қойын оны. Міне мен бір музыка дайындап қойдым. Енді осыны сайтымыздың папкасына қайтадан саламыз. Index.html тұрған жерге қойдық. Енді осыны біздер жазуымыз керек былайына. Так, батырмадан кейін жазамыз. Параграфпен аудио деп жазамыз. Және CRK music MP3 аты осылай міне. Сіздерде аты басқаша болып тұрса, сол атын жазасыздар. Енді қазір мен сіздерге бірден көрсетейін. Қараймыз, ештеңе шықпады, иә. Бұны қосу үшін controls деген бар. Қараймыз, міне, бізде шықты. Міне бізде осылай аудиомыз шықты. Бірінші аудиомыз. Мына керегіміз заттарды қазір жойып жіберейін. Так, мен бірден ұмытып кеттім сіздерге көрсету үшін. Формуланың ішінде қазір соны тез көрсетіп жіберейін. Ол бізде text area деген. Tag, text area, жабылатын тег. Қараймыз. Не? Мынадай созалатын текст жазуға арналған. Text area. Бұның размерін қою үшін columns деген бар. Columns мысалы 50 rows 100 деп қойық. Ұзын болып кетті. Емес, оны қойық. Міне, енді мынаны бітер тағы 30 қойық. Осы жетеді. Осылай. Енді аудиоға көшейік. Аудио қойылған. Осылай өзгерте аласыздар орындарын. Қазір мына жерде керек емес заттарды мен вообще жойып жіберейін да. Мына пока маған керек емес. Тек музыка мен сурет қала берсін. Және бағана сәлем әлем деген тұрсын болды. Келесі видеоға үйретейін сіздерге. Параграф қайтадан. Параграф. Видео. Видео. Осыған CRK. Болды. Енді бір видео дайындап қояйын қазір. Так, міне бізде бір видео дайын. Осының атын өзгертейін. Жазуға ыңғайлы болу үшін. Мен білмеймін. Бейне деп қояйын қазақша. Енді осыны қайтадан
сайтымыздың папкасына келіп саламыз. Мына жерде index.html тұр, бейне болды. Енді осыны біздер мына жерге жазамыз. Бейне.mp4 болдық атау. Қараймыз. Астында видео өзінің толық размерімен шықты. Видео бірақ көрсетілмейді. Тағы да controls дегенді болғанда жазамыз. Сақтаймыз. Міне. Осындай бір видео. Үлкейтіп қарауға болады, дауысын өзгертуге болады, әйтеуір. Көптеген функциялары бар. Былайына қоюға болады. Бұл енді браузерге байланысты ғой. Енді бұны мысалы дым үлкен ғой қазір. Бізге кішірейту керек. Өзіміздің экранымызға сәйкестендіріп. Ол үшін біздер тағы да viz дегенді қолданамыз. Controls viz ұзындығын мысалы бізге 450 жақса, height ұзындығын біздер тек 200 алып қоямыз. Қараймыз. Барлық істеп тұр, болды. Келесі үйренбей қалған заттарымыз жаңағы арасындағы бір тег бар, ол select деген тег. Select деген тег ол таңдауға арналған, яғни атайтып тұрғандай option, атайтып тұрғандай таңдау үшін арналған. Енді мұнан жауайық. Қазір түсінетін болсыздар өздеріңіз. Мысалы мына жерге біз 4 сат жаздық, ішіне жазамыз. 16, 17, 8, 19. Бұған құр сандар емес, қалаған затын жаза беруімізге болады. Енді қараймыз. Мына жерде бір таңдауға арналған зат шықты. Сайттарда болады осындай таңдауға арналған дроп-даун деп аталады. Енді үстіне бір зат жазамыз қазір. Параграфпен тег жасыңыз. Бағанағы форумның ішіне қосып жіберуге болады. Бұны параграф мына жерге жазып жасыңыз. Солай таңдаймыз. Любой мысалы былай таңдай беруге болады. Бұны бағанағы форумның ішіне салып жүргенде жақсы болады негізі. Кәдімгі жіберуге болады. Submit ішінде text area, input type, жаңағы range емес, радио, чекбокс бәрін қойып жіберсе өте жақсы болып кетеді. Енді келесі тағы бір үйретпеген затым сіздерге, ол бізде disabled деген қалып қойды жаңа. Disabled деген атрибутқа жатады. Үстен басылмайды. Бұны жалпы инпуттардың барлығына қолдануға болады. Сайтта бір зат мысалы керек емес болса, таңдау керек жоқ болса, осы disabled деген қоюға болады. Келесі енді біздер үйренетініміз олар таблица құрау. Келесі тег ол iframe деп аталады. Iframe деген тег бар. Ол тег жазайық, iframe шықты.
Енді браузердегі бір сайтты алатын болсақ, сайт youtube.com не позволяет соединение. Өздері алып бастаған. Кейбір мысалы простой сайттар бар. Олар алмаған. Қазір бір сайт жазып көрейік, еңбек.kz шыға ма екен. Так, еңбек.kz міне шықты. Мынаған так размер қоюымызға болады. Width 800 400 қарайық. Ожидание еңбек.kz. Еңбек.kz'тің бізде сайты өзіміздің nur.html деген сайтымыздың бетіне әкеліп қойдық. Кәдімгі бәрі істейді. Осындай зат. Енді біздер YouTube-тан видеоға үйретейін сіздерге. Ол үшін бір YouTube-ға кіреміз. Кастетесік. Так, мына бір видеоны алсақ. Маңыз емес. Мына жерде поделиться деген кнопка бар. Строить деген бар. Мына iframe'ді копировать етіп аламыз. Енді мынаны жауамыз. Кодымызға келеміз. Мына жерге вставить етеміз. Өзі дайын зат. Енді қараймыз, обновить, сохранить етіп обновить етеміз. Так, еңбек.kz. YouTube-та видео что-то көрінбей тұр қазір. Не, енді көрсетті. YouTube-тағы видеоны біздер осылай ғана сайтымызға әкеліп қойдық. Керемет. Енді келесі біздер таблица жасап үйренейік. Таблицаны жасау үшін бірінші бізде ішіне қолданылатын тегтер бар. Бірінші таблицаның атауын жасайық. Caption. Caption. Белгілі бір жазу шықты. Жазған. Тағы да мыналарды комментарий емес кетіріп тастайын. Caption'да бізде атау шықты. Келесі енді біздер таблицаны жасауға көшеміз. Бірінші бізде ол tr деген тег. Қазір түсінетін болса th дейміз. Таблицаның әр ұяшығы, яғни мына жерге 1 деп қойық. 2, 3. tr деген таблицаның қатары десек те болады. Келесі енді мына жерде бізде caption шықты, атау шықты, 3 қатар, 3 ұяшық, то есть 1 қатар. tr дегеніміз айтып өткендей қатар. Енді мына жерде таблицаны көрсету үшін border деген атрибут бар. Border ішіне 1 деп жазамыз. Ең кішкентай. Бұл жалпы border жаза беруімізге болады. 1 деп қойық. Өте үлкен болады. Сондықтан 1 деп тұра берсін. 3 десек болады. 3 деп. Енді th қалағанымызды жазамыз. Ұзара береді. Келесі бір қатар жасау үшін тағы да осыны tr жазамыз. Екінші қатар. Енді үшінші қатар. Осылай кете беретін таблица. Достар, менде видеом аяқталды. Егер осы видео ұнаған болса, лайк басыңыз. Сау болыңыздар.